осы тақырыпта қысқаша шығарма жазыңдар. Ал қане, жазғандарымызды оқиық. Мәншік, сен баста. Кеше әкем анам екеумізге сыйлық жасады. Анам қызыл гүлдері бар көйлек, ал маған гүлдің орны секілді қаламсап сыйлады. Мен әкеме қатты риза болдым. Ол жалақысын алған сайын ылғи бізге сыйлық жасайды. Мен отбасыма ризамын. Керемет. Ал Самат, сен не дейсің? Менің 3 інім бар. Ол маған аға дейді. Әжем үйге келгенде менің 4 батырым қайда деп дауыстап кіреді. Атам екеуі ауылдан келгенде біз алдынан жүгіріп шығамыз. Сосын әкем маған сәлем береді. Біз бақытты отбасымыз. Марат, сен не оқышы? Апай, мен әлі ештеңе жазған жоқпын. Жақсы, жазбасаң да ауызша айтуға болады. Үйде қандай қызық сәттер болды? Әкең сені, қарындасыңды, анаңды қалай еркелетеді? Әкем мені... Марат, саған не болды? Мен жұмыстан жаңа шаршап келдім. Не шайым жоқ, тамақ қайда, неге дайын емес? Неге қарайсың? Мен де жұмыстан шаршап келдім. Үніңді өшір, шайың дайын ба, тамағың дайын ба? Сен бала сабағыңды оқыдың ба? Мұнда шуламай ар жаққа барыңдар бар. Бар ар жаққа. Оқыды сабағын. Ал маған ондай айтпа, қайталап айтам саған. Маған балам өзімдікі, не істесем өзім білем. Кім бар үйде? На тортты алыңдар. Мә, әжең бер жібер. Әке, қазір екеу Мараттың достары мен сыныптастары келеді. Мараттың туған күнін құттықтайды. Ой, мына балаға туған күн не керек? Қажет емес бұндай туған күн жасап. Құттықтап келіп кетеді ғой, кішкентай балда ғой, көп отырмайды. Ой, сен де қоймадың ғой. Жүрш, бері келші. Дедім ғой, келмейді. Болды. Неше рет айтам, келмейді. Өз балаңа жаның ашымай ма? Қуанып қалсын деп едім ғой. Неге ылғи іштарланып отырасың? Сен осылардың айтқанын істеп, әбден бетімен жібергенсің. Мәз саған осыдан сөйлеп қара маған.